Сәлеметсіңдер ме балалар? Алматы облысы Қаратал ауданы Бекен Римова атындағы шағын орталық тәрбиешісі Іргебаева Сандуғаш Дауылбайқызы. Білім беру саласы таным, әлеумет, ұйымдастырылған оқу қызметі, математика негіздері, қоршаған ортамен таныстыру. Бүгінгі тақырыбымыз заттың санын табу және көз сыйы. Сынақ мақсаты жемістерді ажырата отырып санау және сандарды өсу ретімен қояды, санайды, қарапайым тәжірибе жасайды. Ал енді балалар, мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Ашық менің жүрегім, ылғи күліп жүремін. Бірге ойнап бір жүрген достарым көп білемін. Ал балалар, сендерге жұмбақ жасырайын, ойланып жауабын табарсыңдар. Жапырақтар бояды, бояп барлығын, сап-сарығып қояды. Ал балалар, дұрыс айтасыңдар, көз мезгілі екен, бәрекелді. Жылдың қазір қай мезгілі еді? Көз мезгілі, я? Күз мезгілі неше ай бар? Я, қандай айлар? Қыркүйек, қазан, қараша. Күз мезгілінде балалар, табиғаттың сыйы өте мол екен, адамға беретін. Қысқа азықтарын жинайды екен, жеміс-жидектерді жинайды екен, егін жинайды екенбіз, бәрін жинайды екен. Тек қана адамдар емес, сонымен бірге жан-жануар да өздерінің қысқы азықтарын жинайды екен. Ал енді балалар, мен сендерге бүгін тапсырма бергім келіп тұр. Біз алма, алмұрт көктемде, күзде қайтеді, піседі екен. Қарапайым қағазды алып, алма, алмұрт ағаштарын қиып алып, оған алма, алмұрттарды жасап, санмен белгілеп, өсу ретімен қойып орналастырасыңдар. Бізге есімізге түсірейікші сандарды. 1 саны, 2 саны, 3 саны, 4 саны, 5 саны. Осы алмаларды сандармен белгілеп, орнына өсу ретімен орналастырасыңдар. Міне, сендерге осындай тапсырма. Содан кейін бар, алмұрттарды қиясыңдар да, оларды да санмен белгілеп, оларды да өсу ретімен қойып шығасыңдар. Міне, осындай тапсырма бергім деп тұр балалар, мен сендерге. Ал енді мен сендерге айттым ғой, тек қана адамдар емес, сонымен бірге жан-жануарларда жеміс-жидекті, азық-түліктерді қысқа жинайды екен. Енді сендердің үйлерінде қарапайым өздерінің ойыншықтарын, немесе қоянның, кірпінің суреттері бар шығар. Соған біздің қоян нені жақсы көреді балалар? Өздеріңіздің бақшамызда өсетін әрине сәбізді жақсы көреді. Сол сәбізді жасайсыңдар, сәбіздің суретін салып, оған сандарды жазасыңдар. Үйлерінде, мамаларында кіргістіргіш бар. Сол кіргістіргішпен сәбіздерді қайтып шығамыз балалар. Қоянға азықтарын жинап береміз, я? Осылай қойып, кіргістіргішпен рет-ретімен қойып шығасыңдар. Ал бізде не тұр балалар? Әрине кірпі тұр, дұрыс айтасыңдар. Кірпі нені жақсы көреді? Алманы жақсы көреді. Бәрекелді. Ондай болатын болса, кірпіге де сендерге тапсырма. Кірпіге де қайтесіңдер? Алмаларды өсу ретімен орналастырып, кіргістіргіш әдісімен қойып шығасыңдар. Міне осындай тапсырма беремін балалар. Енді балалар, сендер серуенге есіктің алдына шыққан кезде күз мезгілінде не болып жатыр? Ағаштар сарғайып, қызарып, жапырақтар, я, қоңырқай болып жатыр, сары болып жатыр, я, балалар, жапырақтар. Енді осыған байланысты сендер аулаға шыққан кезде өздерімен бірге ағаштан түскен табиғи жапырақты алып кіріңдер үйге. Алып кіріңдер де 2 ыдысқа су құйыңдар. 2 ыдысқа су құйып, қарапайым қағазды алып, одан қағаздан жапырақ қиясыңдар. Жапырақ қиып алып, табиғи жапырақпен жаңағы қағаздан жазылған алған жапырақтарыңды суға салып көрейік, суға салып бақылайық, я балалар? Қараңдаршы, қағаздан жасалған
жаңағы жапырағымыз қиып алған өзгеріске еніп бара жатыр, қисайып бара жатыр. Ал табиғи жапырағымыз түзу тұр екен. Неге олай деп ойлайсыңдар балалар? Ойланайық, балалар. Міне тәжірибені жасап көріңдер. Енді аламыз балалар. Міне аламыз. Мынау қағаздан жасалған жапырақ, мынау табиғи жапырақ. Табиғи жапырақтан қарасаңдар, суы сырғып түсіп жатыр. Ал қағаздан жасалған жапырағымыз қисайып, өзгеріске ұшырады. Неге бұлай болады деп ойлайсыңдар? Өйткені табиғи жапырақ суды өзіне сіңірмейді, одан ағып кетеді. Ал қағаз болса, бойына суды сіңіріп алады екен. Міне осындай тәжірибе жасап көріңдер балалар, Ал енді балалар, сендер білесіңдер ме? Қазір күз мезгілінде жапырақтар сарғайып кетті, қызарды. Ал жазда ол қандай түс болды? Дұрыс айтасыңдар, ол жасыл болды. Неге олай болды деп ойлайсыңдар? Өйткені жазда күн жылы болады екен балалар. Күн жылы болған кезде ағаштың бойында хлорофиль болады екен. Сол хлорофильдің арқасында жапырақ жасыл болады екен. Ал енді күз мезгілінде болғанда күн қайте бастады, салқындай бастады. Сол күн салқындағанына байланысты хлорофиль бұзылып, оның орнына ксенофориль және де картин түзіледі екен. Соған байланысты жапырақтың түсі сары, қызғылт болып өзгереді екен балалар. Міне. Ал енді балалар, менің тапсырмамды дұрыс орындайды деп ойлаймын. Мен сендерге сенемін, және де тәжірибені жасап көріңдер. Өте қызықты болады деп ойлаймын сендерге. Ал балалар, енді сендерді сергіту сәтіне шақырамын. Сергіту сәтін жасап алып, тапсырманы мұқият орындауға кірісеміз. Жаттаймын алақай, санаудың да келді кезегі. 1, 2, 3, балақай, қайталаймыз асықпай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Әндетем, балалар қосылыңдар. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4-5 тамаша, 6-7-8-9-10 лала. Мен ақылдымын бәрінен, сен де санауды үйрен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Балалар, өзімізді бағдаршам арқылы бағалап көрейік. Қызыл, мен ештеңе түсінбедім. Сары, маған әлі де түсініксіздеу. Жасыл, маған бәрі түсінікті. Балалар, мен сендерге түсінікті болды деп ойлаймын.